Сәлем достар, жалғастырамыз екінші бөлімді. Мен мына жерде жаңағы регланный линияға дейін просто тек оң ілмекпен тоқып алдым. Өткендегі қай жерден жалғастырдық, сол жерден оң ілмекпен тоқып алып, регланный линиядағы бірінші ілмекті тоқыдым. Екінші ілмекті тоқымаймыз. Спицадан жаңа тоқылған жіптеріміз шығып кетпес үшін, ілмектеріміз шығып кетпес үшін бекітіп аламыз. Енді дальше тоқимыз. Дальше уже біз жаңағы басқа спицамен тоқимыз. Тура осындай размерде, менде 4-ші размердегі спица. Осымен қолды басқа спицамен тоқып шығамыз осылайынан. Так, ол үшін просто тек мына жердегі келесі регланный линиядағы ортасындағы бір ілмекті тоқимыз да, екінші ілмекті тоқымаймыз. Соған дейін просто оң ілмекпен тоқып шығамыз. Тура осы спицамен. Так, жалғастырамыз. Мына жерде қиындау. Так, мына жерде бірінші, міне. Ыңғайсыздығын, екі. Камераның астында маған ыңғайсыз болып отыр мына жерде тоқу. Үш, төрт, бес. Дальше осылайынан просто тек оң ілмекпен тоқып шығамыз. Келесі регланный линияға дейін. Мен регланный линияға келді. Біреуін тоқып, біреуін тоқыған жоқпын. Жаңағы келесі екінші жақтағына тура солайынан бекітіп аламыз. Енді осы спицамен тек қолда тоқитын боламыз. Оң ілмекпен тоқыдық барлығын. Енді келесі қатарда тек теріс ілмекпен тоқып аласыз барлығын. Теріс ілмекпен тоқып шығамыз келесі қатарда. Бізде міне тоқып алдық. Теріс ілмекпен барлық қатарда. Енді узорды, шашканалда узорды қайттан салуға кірісеміз. Так, мына жерде бізде көріп отырсыздар, 1, 2, 3, 4, 5. 5 шашка тоқимыз. Мына предпоследний линиядағы 5 шашканың бойына тура солайынан 5 шашка тоқимыз. Артық тоқымаймыз. Уже келесінде мына предпоследний линияда 6 болса, 6 тоқимыз. Солайынан 5, 6, 5, 6 кезектестіріп тоқимыз. Так, енді қазір бізде предпоследний линияда 5 тоқығаннан кейін біз қазір 5 шашка тоқимыз. Санап аламыз екі жағында. Мына жерде қазір бізде ең бірінші бастап отырған кезде бастапқы 2 ілмекті және ең соңындағы 2 ілмекті бірге тоқып жіберіңіздер. Енді өздеріңіз қарайсыздар, жібермесеңіздер де болады. Кімге қалай ұнайды, свободный тұрса, онда просто солайынан да тоқи беруге болады. Бірінші ілмекті іліп аламыз міндетті түрде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ілмек тоқыдым. Мына предпоследний линиядағы шашканың бойына келді. Бойына келдік те, міне қарап тексеріп алсаңыздар да болады, шатасып кетпес үшін. Енді осы жерден бірінші шашканы тоқимыз. Тоқалдық, спицаға іліп аламыз. Енді арасына жетеуден салып, жетілмектен салып, соңына дейін тоқимыз. 5 шашка тоқимыз.
келесі мына линияда мына предпоследний линияға қарап тура осы линияны тоқып шығамыз соңына дейін. Міне соңына дейін тоқыдық бізде и 5 тоқыдық. Одан кейін мен тағы да 7 қатар тоқып жібердім. Сіздер де солайынан 7 қатар тоқып жібересіздер. Просто оң жағынан оң, теріс жағынан теріс ілмек алып. Ешқандай ілмек қосып, ешқандай ілмек алмаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Енді бізде міне қараңыздар. Мына 6 предпоследний линияда 6 болса, енді біздер 6 шешечка тоқимыз осы жерде. Тура осылайынан келесі одан кейін келесі қатарда 5, одан келесі қатарда 6 салып тоқи береміз. Тек арасына 7 қатар салып отырамыз. 7 қатар оң жағынан оң, теріс жағынан теріс ілмектер тоқып, 7 қатардан кейін қайтадан шешечкамен осы қатарда тоқимыз. Тура солайынан жалғастырамыз. Жаңа айтып өттім, мына жерде бастапқы 2 ілмекті қосып жіберсеңіздер бірдей болады. Енді смотря өздеріңізге қарайсыздар, кімге қалай ыңғайлы, солайынан тоқсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Ол қатты маңызды емес. Енді предпоследний қатарға қарап, дальше өздеріміз тоқи береміз. 6, 5, 6, 5 қатарды кезектестіріп тоқимыз. Арасына 7 қатарды салу арқылы. Солайынан керекті ұзындықты тоқып аласыздар. Мына жерде міне қараңыздар. Менде мына линияға келу қажет, міне. Осылайынан қарап аламын менде. Значит, менде 6 ілмек алдында қатарда 6 ілмекті просто тоқып жіберу керекпін. Одан кейін арасына тек просто 7 ілмектен салып дальше тоқимын. Мен тоқып болдым керекті ұзындықты. Маған осы жетеді. Міне қараңыздар, менде 1, мына жерде бастадым 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар тоқыдым. Шешечный узормен 6 қатар тоқыдым. Одан кейін тағы да 1, 2, 3, 2 қатар просто оң ілмекпен теріс ілмек тоқыдым. Мен мына жерде міне 2 жерде қысқарттым. Бірінші и мына 2 жерде. Сіздер қысқартпасаңыздар да болады, ондай қатты маңызды емес. 6 қатар тоқып алдым. Енді мен дальше резинканы тоқуға кірісетін боламын. Резинканы тоқығанда мына жерде бастапқы жағында бізде бастапқы резинканы тоқыған кезде резинка қатты бос болмас үшін арасына бір 4 жерден қысқартып жібереміз. Менде бірінші, 2 оң, 1 оң, 1 теріс ілмекпен тоқимыз. 1 оң, 1 теріс. Тек арасына любой жерден просто тек осылайынан 2 ілмекті бірге тоқып жібересіздер. И дальше оң, теріс ілмекпен до конца тоқисыздар. Келесі қатардан бастап уже оң, теріс ілмекпен бір-бірден тек тоқып шығасыздар. Қанша размерлі резинка қажет, сонша размерде тоқисыздар. Мен обычно жаңағы 10 қатар или 12 қатар тоқимын. Менде тағы да қысқарттым, екінші жерден. 1 оң, 1 теріс, 1 оң, 1 теріс. 4 жерден қысқарттым, енді сіздер кішкене свободно тұрса, онда 3 жерден қысқартсаңыздар болады, или 2 жерден, ондай қатты маңызды емес. 3 жерден қысқартқан негізі дұрыс. Қатты свободно болып кетсе де жаман болып көрінеді, резинка. 1 оң, 1 теріс, 1 оң, 1 теріс. Келесі қатардан бастап до конца просто тек бір-бірден оң ілмектен оң ілмек, теріс ілмектен теріс ілмек алып резинканы өзіміз тоқимыз до конца. Бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Мына жерде тағы бір қысқарттым. 4-шісі. Все, мен қысқартып алдым.
керекті. Енді дальше тағы бір 10 қатардай оң теріс тоқимын. Менде оң теріс тоқып алдым. Тік спицаға көшіп алдым, потому что тік спицамен ыңғайлы менде резинканы тоққан мына жерде. Сіздер енді қалай ыңғайлы солай тоқисыздар. Енді мына жерде қараңыздар, бастапқы жерде қысқарттым да, дальше қысқартпай тоқыдым. Ешқандай қысқарту болған жоқ. Енді қалай жабамыз? Біріншісін іліп аламыз, келесі оң ілмек па, менде оң ілмекті тоқимыз. Сіздерде теріс болса теріс ілмек. Одан кейін келесі ілмекті алып, соңғы ілмектен өткіземіз. Одан кейінгі бізде теріс ілмек па, теріс ілмекпен тоқимыз. Одан кейін қайтадан артындағы ілмекті алдыңғы ілмектің үстінен өткізіп жібереміз. Қайтадан оң ілмекпен тоқимыз. Артындағы ілмекті алдыңғының үстінен өткізіп жібереміз. Қайтадан артындағы ілмекті тоқимыз. Тағы да өткізіп жібереміз. Тура осылайынан до конца тоқимыз. Осылайынан бізде жабылады. Дальше өздеріңіз тоқисыздар до конца. Все, мен жаптым, до конца тоқып алдым. Кішкене жіп қалдырып қиып алдым. Шеті қалай әдемі болып көрінеді, тегіс әдемі болып шықты. Дальше кішкене ұзындау жіп қалдырып, ұзындау қылып барша, одан кейін мынадай специально инеге өткізіп алдым. Енді теріс жағын айналдырып, просто қалай, как обычно, екі шетін қосып, до конца қосып шығамыз. Как обычно тәсілмен екі шетін қосып, до конца тігін тіккендей тігіп шығамыз. Шетінен бастаймыз. Екеуі қатар тұру керек, ең бастысы бірінің үстіне бірі мініп кетпесін. Мына жерден бастаймыз. Екінші қатар болса, екінші қатармен қосамыз. Или алдын қатар. Кімге қалай ыңғайлы, солайынан тоқи беріңіздер. Тігін тіккенде просто екі жағын айналдырып тігіп шығамыз. Все, дальше осылайынан зигзаг тәрізді екі шетінен алып тоқимыз. Мен тігіп бітірдім. Бірінші жағын мына қолды көрсеттім да, екінші жақтағы қолды тура осылайынан, екінші жағын тура осылайынан тоқимыз. Екінші қолды. Резинка осылай шықты бізде. Регланный линия бізде осылайынан шықты. Мына жерде регланный линия аяқталды. Енді дальше біз регланный линия тоқымаймыз. Все, мына жерде біз қазір арқасын полный бір тоқып шығамыз да. Просто тек немен оң ілмекпен тоқимыз. Мына жердегі регланный линиядағы бірінші ілмекті ғана тоқимыз. Екі шетінен алып,
бастапқыдағы жаңағы спицамен дальше тоқимыз. Просто оң ілмекпен тоқимыз до конца арқаны. Все, дальше өздеріңіз. Міне екінші жақтағы қолды да тоқыдық, иә? Екінші жақтағы қолды бірінші жақта қалай тоқыдыңыздар, тура солайынан тоқып аласыздар. Екінші спицамен, басқа спицамен қалай тіктік, тура солайынан тоқып тігіп аласыздар. Жаңа арқаны мінде тегіс болып шықты, көріп өтініздер, иә? Осындай әдемі узормен шығады теріс жағында да. Арқасын тоққаннан кейін біз жаңа келесі жақтағы қолға өтіп кеттік. Сол жақтағы қолды бірден тоқып алдық. Мына қолды тоқып бітірдім. Енді қайттан жаңағы спицаға, бастапқы спицаға келеміз. Дальше жалғастырып тоқимыз. Соңына дейін тек оң ілмекпен тоқып шығамыз. Просто оң ілмекпен до конца тоқып шығамыз. Соңына дейін. Не тоқып бітірдік. Қатарды полный қостық. Теріс ілмекпен до конца тек теріс ілмекпен тоқып шығамыз келесі қатарда. Соңына дейін просто тек теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Тек бастапқы және соңғы 6 ілмектен басқасын. Все, бізде тоқып шықтық. Енді келесі узорды қатарды бастаймыз. Қайтан енді қараңыздар, мына жерде біз узорды қалай істейміз? Бірінші, екінші, предпоследний линия қараймыз, иә? 1, 2, 3. Осы мынадан кейін тағы 7 ілмек аламыз. 6, 7. Мына жерде 4-шісін тоқып аламыз. 4-шісін тоқимыз. Яғни біз алдыңғы жағына 4 ілмек кетеді. Одан кейін мына жерде қолтық жағында бірге тоқып жіберуге тырысыңыздар, чтобы мына жерді қысқарту үшін. Мына жерге соң 4. Мына линия қараймыз. 3-шісі, 6, 7, мына жерге 4-шісін тоқисыздар. 4-шісі, яғни алдыңғы жағынан 4 шешкі кетті бізге. Енді артқы жағына тоқу үшін мына жерде қолтық жағында бірге тоқып жіберіңіздер, 2-ін или 3-ін, чтобы мына жердегі тесікті қысқарту үшін, көрсетпе үшін. Одан кейін дальше артқы жағында шишечкаға көшеміз. Оң ілмекпен тоқисыздар. Енді артқы жағында шишечканы бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, мына жағында біреу, соңғы жағында біреу. Сонда артқы жағына 8 шишечка жібереміз. Дальше тоқимыз. 1, бастапқы 6 ілмекті тоқимыз. Енді мына жердегі бірінші шишечканы тоқимыз. Ол үшін 1, 2, 3, 4-еуін жіберу керек. 4 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 ілмек. Одан кейін бірінші шишечканы тоқимыз.
осы қатарды көрсетіп жіберем. Дальше тура солайынан қайталап соңына дейін тоқисыздар. Все, спицаға іліп аламыз. Енді арасына жетеу салып, жетеден салып до конца тоқимыз. Қолтығына дейін, мына жерге дейін. Жетеден салып. Екіншісі, мына жерде үшіншісін тоқисыздар. Одан кейін жетеу салып, мына жерге төртіншісін тоқисыздар. 1, 2, 3, 4. Төртеуін тоқыдық. Енді қолтық жағына келдік. Мына жерде біз арасына тесікті қысқарту үшін 2 ілмекті бірге тоқып жібереміз. Одан кейін тағы 1 ілмек тоқисыздар. Тағы да 1 ілмектен дальше тоқисыздар. Мына жердегі тағы да бір келесі қатарда тағы да бір қысқартсаңыздар болады. Енді келесі қатарда тоқу үшін арқа жағында бізде арқа жағында 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек, одан кейін 7 ілмек тоқу үшін предпоследний линияға қараймыз. Предпоследний линиядағы шашечкаларға бізде 6, біздер арқасына 8 тоқу қажетпіз. Осылардың бойына параллель тоқимыз, және оң жағында, сол жағында 7-7-ден арасына ілмек қалдырып, 2 ілмек тағы тоқимыз. Сонда бізде 8 ілмек болады. Мына жердегі линиядан қараймыз, санаймыз керісінше. 3, 6, 7. Мына жерге біз біріншісін тоқимыз, значит. Біріншісін тоқимыз. Так. 1, 2, 3 тоқимыз. Линиядан шатаспасаңыздар болды, главное. Осы біріншісін тоқимыз, одан кейін арасына жетеуден салып, соңына дейін тоқимыз. Спицаға іліп аламыз. Все, арасына 7-7-ден салып, тағы соңына дейін тоқисыздар. Дальше. Именно алдыңғы жағында да басында қалай тоқыдық? 4, 1, 2, 3. Именно жерінде 4-ші. 4 шашечка тоқисыздар. Солайынан до конца өздеріңіз тоқып шығасыздар. Мына жерде қолтық жағында тағы да бір қысқартасыздар. И осы линияның бойымен міне 4 тоқисыздар. Содан кейін тағы да 7 қатар просто оң жағынан оң, теріс жағынан теріс тоқып шығамыз. И дальше қалған қатардың барлығында тура осылайынан қайталаймыз. Алдыңғы жағында не тоқып біттік қой, біз мына қатарды уже тоқыдық. 1, 2, 3, 4. 4 алдыңғы жағында, артқы жағында мына жерде қысқарттық. Артқы жағында бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 артқы жағында, 8 мына қатармен, предпоследний қатармен санағанда параллельно. И алдыңғы жағында тағы да 4. Енді дальше тағы қатарынан осылайынан 7 қатар тоқисыз. Дальше сіздер өздеріңіз тоқи бересіздер мына жерде. Әрбір 12 қатар сайын ілмекті тоқуды ұмытпаймыз. Одан кейін бірінші, екінші, тағы мына жерде үшінші ілмекті тоқисыздар дальше. И осылайынан оң жағынан оң, теріс жағынан теріс қатар салып 7 қатар тоқисыздар. Одан кейін қайтадан алдында 4, артында 9, алдында 4 тоқисыздар.
Одан кейін қайтадан алдында 4-теу, артында 8, яғни артында тек 9 бен 8-ді кезектестіресіздер, ал алдыңғы жағында 4 шешкі өзгермейтін болады бізде. Тек арасына 7-7-ден салып тоқайсыздар, яғни әрбір қатар тоққан кезде предпоследний линияға түсіп тұру қажет. Оны ұмытпайсыздар, иә. Мына жақта бізде 8 қатар тоқысақ, одан кейінгі қатарда бізде 9 шешкі шығарамыз уже. Одан кейін қайтадан 8, одан кейін 9. Осылайынан бізде до конца керекті ұзындықтағы длинаға дейін тоқыласыздар. Өздеріңізге қажетті. Главное бізде предпоследний линияға қарап тоқисыздар, параллельно түрде түсу қажет. Солайынан айналдырып тоқисыздар. Жаңағы бастапқы кезде ілгек тоқитын арасына 12 или 11 қатар салып, ілгек тоқитын линияны ұмытпайсыздар. Дальше енді өздеріңіз тоқисыздар. Все, мен тоқып алдым. Мына жерде менде мына жерден басталып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қатар тоқыдым. Узормен 7 қатарда тоқыдым. 8, 9, 8, 9 арқасына кезектестірдім. Алдында тек 4 шешкіден алдым. Әрбір қатар предпоследний линияға түсті. Одан кейін тік спицаға көшіріп алдым. Енді қараңыздар, менде резинканы тура жаңа қолымда қалай тоқыдық, тура солайынан тоқисыздар. Тек мына басында яғни бір оң бір теріс алып тоқисыздар. Мына жерде менде 1, 2, 3, 4, мына жерде тағы біреу бар. 5 ілмек салатын жерді тоқып алдым. Оны ұмытпадыңыздар деп ойлаймын. И дальше енді резинкасын ғана тоқисыздар. Резинкасын бір оң бір теріспен тоқисыздар. Тағы да егер кішкене узкий болсын десеңіздер, бір 2, 3, 4 жерден қысқартып алсаңыздар да болады. Немесе қысқартпасаңыздар да болады, егер бос тұрсын десеңіздер. И қанша оң қатар болса, қолмен бірдей қанша тоқыдыңыздар. Мен мысалы мына жерде оң қатар тоқыдым, 11-ші қатарда уже қостым. Тура солайынан соңында да оң қатар, бір оң бір теріс алып, тура солайынан тоқып шығасыздар. Одан кейін соңында қалай қостық, тура солайынан қосасыздар. Осындай длина, просто екі жағында қолымен аяқ жағындағы длина бірдей болғаны жақсы. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Дальше енді мына жақта резинкасын өздеріңіз тоқисыздар. Бастапқы бірінші қатарда де қысқартып аласыздар, 3-4 жерден. И дальше қалған қатарда қысқартпай, бір оң бір теріс просто тоқисыздар. И мына бастапқы екі жағындағы 6 ілмекті мына жерде уже алмайсыздар. 6 ілмек уже дальше керек емес. Басынан бастап соңына дейін тек бір оң бір теріспен до конца тоқи бересіздер. 6 ілмек оң тоқу деген мына жерде уже болмайды бізде. Соңғы жағында резинкада, яғни оны есепке алмайтын боламыз. Мен мына жерде камераның астына тоқу қиын, мына жерде спицам ұзын болғандықтан. Дальше мына резинкасын өздеріңіз тоқи алады деген ойдамын. Так, мынадай узор. Сосын ең соңында түймесін саласыздар. Мына түйменің бойынан, түймедегі тесіктердің бойынан түйме салып, дальше өздеріңіз тоқисыздар. Камераның астына мына спицмен тоқу қиын болғандықтан сіздерге тоқып көрсете алмаймын. Дальше соңында бір кездесеміз. Мына бастапқы мен тоқып жібердім, міне қараңыздар. 10 қатар тоқыдым. 11-ші қатарда қазір уже қосатын, аяқтайтын боламыз. Жабатын боламыз қатарды. Бір оң бір теріспен тоқыдым. Бастапқы жерде мен 4 рет қысқарттым. Қолдағы узормен, резинканың узормен тоқыдым. Енді дальше жабасыздар. Басында қалай тоқыдық, қолда солайынан жауып шығасыздар. Менде бәрі дайын болды. Міне жемпіріміз летний, осенний жемпір кардиган. 1 жастан бастап 2-2,5 жасқа дейін, тіпті кейде енді қыз балдардың денесіне байланысты 3 жасқа дейін де кие береді. Осындай әдемі, арқасы жағы да осындай узормен, міне әдемі болып шықты. Достар, канал ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар.